Массагеттер олар парсы болды ма, я түркі халық болды ма? Шындық ол массагет деген сөзінің өзінде болады. Көптеген жерлерде массагет деген тайпаны парсы халқының бірі болған деп өтірікті айтады. Бірақ негізінде массагет деген сөзінің өзіне үңіліп қарайық. Ет деген соңғы әріптері массагеттегі ол парсы тілдегі, ежелгі парсы тілдегі көпшілікті білдіретін нәрсе болады. Грамматикалық жағында, яғни окончание деп айтылатын. Түркі тілдерде ет дегенге сәйкес келетін ол лар, лер, тар, тер деген сияқты соңғы әріптер болады, окончание. Сонымен қоса ежелгі парсы тілде к, х, қ деген сияқты әріптердің орнына м әріпі жүрген болады. Сонымен біздің массагетіміз кім болып шықты? Біріншіден ет дегенді алып тастап, оның артына ларды қосайық. Сонымен масақлар. Енді масақлардың орнына м деген әріпті алып тастап, оның орнына қыны қояйық. Сонымен қасақлар болып шықты. Қасақлар деген сонда кім болады? Олар парсы халық па, я түркі халық па? Қазіргі заманауи қазақтар сол массагеттердің, яғни қасақлардың тұқымы болады. Я қазақтың бұл жерде жер басып жүргенін, бұл дүниеде жер басып жүргеніне жоқ дегенде 10 000 жыл бар. Сондықтан мына батыс университеттерінде, ғылыми университеттерінде және басқа да университеттерде, ғылыми университеттерде түркофобия деген нәрсе ол өте кең таралған нәрсе екенін ұмытпауды қажет деп санаймын. Сондықтан скифия, сақ, массагет, тағы басқа сөздерді парсылардың тілдеріне байланысты қылғылары келсе, я парсы тайпалармен байланысты қылғысы келсе, біз негізінде өзіміздің түркі тілімізге үңіліп қарауымыз керек. Біздің түркі тіліміз ол біздің фундаментіміз болады. Аман болыңдар. Шатаспай жүріңдер.